Баршаңызға сәлем. Бүгін біз дәмді салат дайындайтын боламыз. Ол үшін керекті азық-түліктердің барлығын мен төмендегі описаниеге жазып қалдыратын боламын. Тұздалған қиярды турадым, одан кейін піскен тауық етін турадым. Тауық етін алдын ала пісіріп, суытып қоямыз. Келесіде үккіштің ірі көзінен сәбізімізді өткізіп аламыз. Енді тарелкемізге тураған тауық етін саламыз. Үстіне майонез жағу керек. Тауық етінің үстіне туралған, тұздалған қиярымызды қойып шығамыз. Және үстіне майонез жағамыз. Сәбізімізді жайып шығамыз. Бұның да үстінен аздаған майонез жағып шығу керек. Піскен жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бөлек-бөлек алып аламыз. Жұмыртқаның сарысын үккіштің майда көзінен өткіземіз. Артынша ірімшігімізді өткізіп, жұмыртқаның сарысымен араластырамыз. Және оны сәбіздің бетіне орналастырамыз. Бетіне майонез жағу керек. Егер де бұл салатты дайындап көрмесеңіздер, жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді және тойымды салат. Дастарханның көркін ашып тұрады. Жұмыртқаның ағын бетіне сеуіп, біркелкі етіп орналастырамыз да, бетіне анардың дәндерін қардың үстіндегі моншақ секілдендіріп орналастырып шығамыз. Міне салатымыз да дайын болды. Ас болсын.